Миғраж сөздікте жоғары көтерілу дегенді білдіреді. Шариғаттағы мағынасы Мұхаммед Исра түні Бәйтул Мақдистен ең жоғарғы аспанға көтерілуі. Яғни Алла тағала пайғамбарымызды Ереже байының 26-сынан 27-сіне қараған түні Мекке қаласынан Ақса мешітіне апарып, сол жерден Миғражға көтерді. Исра сүресінде пендесін бір түні оған белгілерімізді көрсету үшін Харам мешітінен біз айналасын мүбәрік қылған Ақса мешітіне Исра жасатып апарған Алла тағала әр түрлі кемшіліктен пәктелінген. Аятта келген Исра сөзі түнде жүру дегенді білдіреді. Алла елшісінің жұбайы Хадиша анамыз бен көкесі Әбу Талиб қайтыс болып, Таиф сапарынан қатты соққы алған тағы басқа оқиғалардан кейін екі дүние сардарына жұбату іспеттес Миғраж оқиғасы орын алған еді. Бұл оқиға мүміндердің иманын қуаттаса, иманы әлсіз немесе күпір сенімдегілердің күпірлігін арттырды. Әбу Бәкір сынды сахабалар осы оқиғадан соң сыддық, яғни растаушы атанды. Асыл дінімізде қасиетті түндердің бірі Миғраж түнін қалай өткізген дұрыс? Миғраж түнінде жасалатын ізгі амалдар қандай? Қасиетті түннің күнін оразамен, түнін ғибадат құлшылықпен өткізу керек. Намаз оқу. 5 уақыт намаз осы түнде парыз етілді. Намазды жамағатпен оқыған және өткізіп алған намаздардың орнын толтырған дұрыс. Анас бин Малик риуаят еткен хадисте Алла елшісі былай деген: Рәжәб айында ерекше бір түн бар. Ол айдың 27-ші түні. Бұл түні құлшылық қылған адамның алар сауабы 100 жыл құлшылық қылған адамның алатын сауабымен тең. Кімде-кім 12 рәкат намаз оқып, Фатихадан соң бір сүре оқып, әрбір екінші рәкаттан соң сәлем беріп, 100 рет мына дұғаны: Субханаллах, уәлхамдулиллах, уә лә иләһә илляллах, Аллаху әкбар оқып, 100 рет астағфирулла деп, соңынан ассалату уәссәләму әләйкә, я Расулаллах деп салауат айтып, өмірі мен жұмысына береке сұрап, сол күні күндіз ораза тұтса, Алла оның күнәларын кешіреді. Ораза ұстау. Ражаптың 27-ші күнінде ораза ұстаған адамға 60 жылдық ораза сауабы беріледі делінген. Пайғамбарымызға көптеп салауат айту. Исра мен Миғраж оқиғасы пайғамбарымыздың басына келген түрлі ауыртпалықтардан кейінгі Алланың сүйікті елшісіне жасаған сыйлығы болды. Бұл оқиға пайғамбардың мұңын кетіріп, қайғысын сейілтті. Осылайша бүкіл жер бетіндегі есіктер алдында қақ жабылса да, аспанның есіктері ол үшін әрдайым ашық болатынын көрсетті. Ендеше бұл түні пайғамбарымызға салауат айтуды ұмытпаңыз. Құран оқу. Құлым бір түні өзіне белгілерімізді көрсету үшін Харам мешітінен айналасын берекелі еткен Ақса мешітіне Исра жасатқан Алла әр түрлі кемшіліктен пәктеген. Және хадисте қай уақытта болмасын, адамдар Алланың үйлерінің бірінде жиналып, онда Алланың кітабын оқыса, оларға әлбетте тыныштық түседі, орнайды. Сондай-ақ оларды мейірім орап, оларды жан-жақтарынан періштелер қоршайды, және Алла оларды өзінің алдарындағылардың ішінде еске алады делінген. Жасаған қателіктеріміз бен күнәларымыз үшін Алладан кешірім сұрау. Әбу Умам, оған Алла разы болсын, былай дейді: Алланың елшісі Аллаға көптеген дұғалар жасайтында, оларды біз есімізде сақтай алмайтынбыз. Сосын бірде біз оған: Я, Алланың елшісі, сен Аллаға көптеген дұға жасап, оларды біз есімізде сақтай алмадық дедік. Бұнымызға пайғамбар былай деді: сендерге осының бәрін біріктіретінді үйретейін бе? Былай деңдер: Я Алла, мен өзіңнен сенің пайғамбарың Мұхаммад сұраған игілікті сұраймыз, және өзіңнен сенің пайғамбарың Мұхаммад сыйынған барлық зұлымдығынан сыйынамыз. Көмекті өзіңнен ғана сұрау қажет, ал дұғаны қабыл етуді өзің ғана шешесің, және Алладан басқа ешкімде күш-қуат жоқ. Бұл түннің қасиеті мен маңыздылығы жайлы жақындарға, достар мен балаларыңызға айтуы артықтық етпейді. Барлық ғибадаттарды, дұғаларды шын ниетпен, ықыласпен орындасаңыз, Алла тағаланың сізге сыйлар сауабы да ұшан теңіз болмақ.